Бүгінгі видео сабақта біз сіздермен бірге кішкентай балаларға бірінші көйлегімізді пішетін боламыз. Алдыңғы өзімнің матамнан қалған маталардың барлығын осылай жинап алдым. Қазір осыдан біз бірінші етегін пішіп алатын боламыз. Міне осылай ең бірінші етегірік бөлігін пішіп алдық. Бізде ені 60 сантиметрге тең, ал ұзындық 50 сантиметрге тең болды. Енді қазір қараңыздар, ұзындықты неге есептеп алдым? Осыны түсіндіріп беретін болам. Матаны екіге бүктеген кезде мына қолтық ойындысын кішкене ойдық, қараңыздар, сонда екіге тең, міне. Екі еселегенге тең, яғни сборка жасаған кезде бірге екі деп есептелінеді. Енді жеңді бүктеп пішіп алатын боламыз. Өзіңіз қалаған көлемде піше бересіз. Мен қатты ұзын емес, қысқа етіп жасап жатырмын, өйткені матаның да көлемі қатты ұзынға жетпеді. Сондықтан қысқалау етіп жасап жатырмын. Міне кесіп тастадық, бүктеп астыңғы жағында кесіп алып жатырмын. Екіге бүктеген кезде, қыздар, қараңыздар, осы жерде ойылып тұрған жағы кішкене, ол алдыңғы жағы болады. Ал екінші жақ беті артқы жақ беті. Шатастырмас үшін алдыңғы жақ бетіне қайшымен кішкене қырқып қойсаңыздар да болады. Енді артқы бөлікті пішіп алатын боламыз. Міне есептеп өлшеп. Мен бірінші ойладым, кішкене мынау қолтық ойындысынан төменге қарай түсіріп пішетін шығармын. Осылай әдемі көрінеді деп. Солай қолтық ойындысымен полностью екіге бүктеп төменге қарай сызып қырқып алдым. Негізі осылайынан да жасасаңыздар болады. Бірақ мен қолтық ойындысынан асып кеткенін қатты қалған жоқпын. Өйткені сборка жасаған кезде қазір жоғарғы жақта болса, баланың еркін қимылдауына өте жақсы болады. Сондықтан осы деңгейде чуть жоғары көтерем сборканы деген мақсатта кесіп алып тастадым. Менің матам кішкене тығыздау болғандықтан тігу барысында қаттырақ болды. Мойын ойындысы кішкене баланың басына ровно сәйкес келді да, қатты үлкен болған жоқ. Сол себепті негізі тігіп жатқан кезде баланың басына сәйкес келеді ма, міндетті түрде бір тексеріп алыңыздар. Енді міне екінші етек жақта қолтық ойындысынан бізде қанша қалды, сол аралықты осылай кесіп алып тастаймыз. Міне. Плюс тігістікпен есептейміз. Қазір оны екінші жақ бетін полный пішкеннен кейін тағы да тігістімен ішке қарай 1 сантиметр ойып алып тастайтын боламыз. Енді алдыңғы бөлікті пішетін боламыз. Тура осы артқы бөліктің ұзындығына сәйкестендіріп аламыз. Лекалағыңызға алдыңғы бойға салып пішсеңіз де болады, немесе артқы бөлікті копировать етіп қолтық ойындысын және жаға-жағын өзгерте салуға да болады. Бірінші тура артқы бой бойынша копировать етіп алдым. Енді мойын ойындысын алдыңғы жақты ойып тастаймыз. Міне. Енді жең жақ бетте кішкене 0,5 сантиметрге ойып тастаймыз. Алдыңғы бойдың мойын ойындысы кішкене тар сияқты көрінсе, онда тағы да балаға өлшегеннен кейін ойсаңыздар болады сәйкес болу үшін. Және қазір бұл алдыңғы бөлікті тағы да модельдеу жұмыстарын жасайтын боламыз. Өйткені осындай ақ матадан қосып валандарға және алдыңғы бөлікке кішкене өзгешелік енгізіп жатырмын. Дәл өзіміздің фотомыздағы секілді. Міне артқы бой. Қазір осы артқы бойға өлшеп аламыз, жоғарғы жақ беті қанша деңгейде болды. Өйткені қазір біз етек жақ бөліктің қолтық ойындысын шығаруымыз қажет. Міне мына жерде біздің артқы жақ, міне осы қолтық ойындысын қазір етек жақ бөлігінен шығаратын боламыз. Жоғарғы жаққа 1 сантиметр тігіске беруіміз қажет, айқасатын. Міне осылай тұрғанда сәйкес келіп тұр, Енді мынау тігіске бергенде есептеген кезде бізде қолтық ойындысы жоғары қарай көтеріліп кетеді. Енді соны жоғарғы жағына
сәйкес келу үшін мына жерді тағы да ойып тастаймыз. 4 қабатынан да бірдей етіп. Яғни қазір барлығын бүктеп тұрмын. 2-ге бүктеп есептеп тұрмын. Міне осылай кесіп алып тастаймыз. Сонда қолтық ойынысы бізде сәйкес болатын болады. Міне. Енді өлшеп көреміз, тігіспенен уже қолтық ойынысы дәл сол форманы сәйкес келіп тұр. Енді уже біз алдыңғы бойды модельдеуге кірісеміз. Міне осылай оямыз, где-то бір 3-4 сантиметрге матаның өзінен қалдырдым. Міне осы аралықты линейкамен, карандашпен белгілеп қояйын. Чтоб мына жерде қараңыз. Бізде тағы да жаңағы 1 сантиметр тігіске қалу қажет. Соны есептеп алдыңғы жағын ақ матадан піштім. Ортасына 1 сантиметр жеткізбей. Бұл жерде бізде планка болады, ол жерге түйме тігіледі. Міне осындай планкаға дублерінді сәйкестендіріп кесіп аламыз, чтобы қатты болу үшін, түймелік жасаған кезде форма жақсы шығу үшін. Бұның енді менде 5 сантиметрге тең болып тұр. Ұзындығын кішкене ұзындау етіп алдым, кейін оны артығын кесіп сай саламыз. Барлығынан да 2 кеуден жасадым. Просто түзу тігіс, мына жерге сборка жасаймыз, 2 қабаттап жасаймыз деп сборкаға жасап қойдым. Тігу барысында қалың болғандықтан тек осы жерді ғана 2 қабаттадым да, басқа жақтың барлығына 1 сантиметрден қайта кесіп шықтым. Мына жерде қазір ені 4 сантиметр болып тұр баландарымыздың. Бұны 2 бүктегенде 2 сантиметрге сәйкес келеді. Сонда жіңішке сборкалар шығады бізде. Ақ матадан да жасадым. Мынау жеңнің аузына мынау сборка болады. Екіншісі астыңғы жағын қайырып тігетін кайма. Оны да просто тіке етіп кесіп ала салдым. Қазір тігу барысында толығырақ танысатын боламыз барлығыменен. Алдыңғы бой кішкене моделленеді осылай. Мынау біздің жеңіміз, жеңнің астыңғы жағына мынау ақ тігіледі бізде. Міне 1 сантиметр барлығы артық тігіске есептелінген. Мынау астыңғы жағында сборка жасалынатын мата осылай. Енді тағы да осы көлемде бірдей өстіп қайырып тігетін бізде мата. Ол мынау жеңнің ұзындығымен бірдей. Ешқандай балаларға қатты ненің қажеті жоқ, сондықтан осы размермен бірдей етіп алдым. Бұның ені 3 сантиметрге тең, ұзындығы жеңнің көлеміне сәйкес келеді. Осыменен толық пішу жұмыстары аяқталды.